Ассалаумағалейкум ағайын, қалдарыңыз қалай? Біз қазір Атыраудамыз. Әңгіме Тұрсынбек Қабатов жайында болмақ. Мен бүгін Тұрсынбекке байланысты бір посттарды көріп, астында комментарияларды оқиыншы деп қарадым да, не болып жатыр, қалай болып жатыр. Мен таң қалдым, мен жағамды ұстадым. Субханалла, Алла өзі сақтасын. Ана комментарияларды оқыған кезде Тұрсынбекті алаңға шығарып, кәдімгі дарға асу керек та. Немесе плақан үстіне қойып басын жабу керек. Сондай комментариялар адамды қиып жіберу, сондай қатыгездік. Мен енді білмеймін, енді таң қалдым. Соншалықты адамды қия салатынына, бүкіл адамның еңбегін алады да, сыра салу. Одан кейін бір қызығы, білмеймін, бұл бар ғой, ең бастысы не себеп деп ойлаймын осы адамдар сөйтіп жазатынына. Сондай қатыгездікпен, сондай көре алмаушылық та бұл жерде. Бүкіл алаштықтарды осы көре алмаушылықтың себебінен атып тастады. Кім атты сол? Орыс атқан жоқ алаштықтарды. Қазақ атты. Егер тарихты білсеңіздер. Менің бір өте сол жерде таң қалғаным, қазақтың қазақты, сол қазақ қой бәрі жазып жатыр. Қазақтың қазақты жерден алып жерге салғаны таң қалдырды. Мен Тұрсынбекті былай айтқан кезде өмірімде көрген емеспін. Мен былай танымаймын ол кісіні. Тек қана теледидар арқылы оның өнерін білем, өнерін сыйлаймын. Бірақ соншалықты адамды жермен жексен қылу, бұл бізге жараспайды, әсіресе қазаққа. Ана комментарий оқыған кезде таң қалдым. Одан кейін мен неге Тұрсынбек туралы осы жерде айтып жатырмын? Просто бар ғой ағайын, бір нәрсені түсініңіздер. Тұрсынбек ол ең біріншіден менің қазақ бауырым. Екіншіден ол мұсылман бауырым. Менің кез келген қазақ бауырларға менің жаным ашиды. Ана комментарияларды көріп жаным ашып кетті да. Тұрсынбек үшін, жалпы қазақ үшін ана комментарияда жазып, жаман нәрсені жазып атқан адамдарға да жаным ашыды. Сондай пәс деңгейге, сондай оңбағандық деңгейге түсіп кеткеннің қазағын. Не деген білмеймін енді, наданның наданы өйтіп жазбайтын сияқты бар ғой. Бірақ сол қазаққа сондай нәрселер жазатынына мен таң қаламын. Қою керек қой ағайын, біріңді қазақ, біріңді дос, болмаса істің бәрі бос. Кім қателеспейді? Мына мені көріп отқан, осы халықтың жартысы қазір мені көріп отыр ғой, халық сол көріп жатқан жартысы, халықтың жартысы барлығы вакцинаны сатып алдыңыздар. Өтірік емес пе? Рас қой. Сондай нәрселердің барлығымыздың басымыздан табылады. Біреу сатып алу мүмкін, біреу взятка береді, біреу взятка алады, тағы да басқа. Не істемейді адам? Бірақ адамды бәрінен, былай айтқан кезде, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүрген қазақ едік қой. Бұнымыз не сасқан бұл? Неге біз сөйтеміз? Осы көре алмаушылық, ағайын, қазақтың түбіне жетті. Әлі де жетіп жатыр, осы құртады бізді бір күні. Қай жерде жүрмесең де, Америкада жүрсің, Европада болсын, Түркияда болсын, қай жерде жүрсің, қазақ бірікпейді еш уақытта. Барлық бір-бірін жамандап, бір-бірін артын шұқып жүреді. Өз елімізде де сондаймыз. Қашанғы осындай боламыз? Мен таң қаламын, мен түсінбеймін мен осындайды. Не деген надан халық болып кеткенбіз біз? Осыны айтқым келді. Мен Тұрсынбек үшін тұрып берем, тағы да басқа деген маған ол мәселеде емес. Ең біріншіден ол мен бауырым, қазағым, жалғызым. Менің жаным ашиды. Әрбір қазаққа кімге тиіссе де мен сөйтетін едім. Бірақ мұндай болмайды ағайын. Қою керек мұндайды. Қашанғы біз сондай боламыз? Осының бәрін тастау керек деп ойлаймын. Ояну керек ағайын. Оян қазақ дейміз. Әлі ұйықтап жатырмыз. Ояну үшін осындай көре алмаушылықтан біз ада болуымыз керек. Тастауымыз керек осындай нәрсені. Айтарым осы ағайын.